қазіргі қоғамға кері әсерін тигізгендігі өмір көрсетіп жатыр. Жергілікті атқарушы биліктің сүйегіне сіңіп кеткен бюрократиядан арылта ала ма қоғамды? Қаңтарылған бұрынғы мәжілісте де оны даттауға, айыптауға болмайды. Жаңа Қазақстанның бұрынғы жүйеден басты айырмашылығы неде? Қоғамдағы қордаланған мәселелердің бәрі парламентте кәдімгі қайнауы пісіп жетілуі тиіс. Кейбір жергілікті атқарушы билік өкілдері халыққа сөзін өткізе алған жоқ, мойындауымыз керек. Қоғамды толғандыратын бірнеше сұрақтардың жауабын дер кезінде ала алмадық. Парламент өзінің жұмыс бағытын өзгертті ме? Бізде қалыптасқан пікір бар. Бір мәселе болса тікелей президентке жазамыз. Бұның өзінде еліміздегі билік тармақтарына деген халықтың сенімсіздігін аңғартпай ма? Сол қарапайым азаматтың мәселесі сол жерде шешіледі. Сол деңгейде шешіледі, ауылда шешіледі. Нұрсұлтан, Алматы қаласымен салыстырғанда орташа айлық жалақы бізде төмен, дегенмен де біздегі коммуналдық тарифтердің бағасы қымбат деген мәселе. Ауыл шаруашылығын субсидиялау мәселесі бойынша үлкен мәселені көтердік. Жалпы осы мемлекеттік тілдің мәртебесіне қатысты немесе көтеру жолына қатысты сіздің пікіріңіз қандай, ұстанымыңыз қандай? Осы 2023 деп еді. Енді ол цифр 2024-ке жылжыды. Енді 2025 деген мәселелер шығып жатыр. Әлеуметтің қазіргі әлеуетіне қандай баға бересіз? Біз кейде осы құқығымызды жақсырақ біліп кетеміз де, жауапкершілігімізді ұмытып кететін жағдай болады. Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз Уақыт каналында өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Бүгінде өзіміздің дәстүр бойынша өңірдегі, елдегі бірқатар өзгерістерге қатысты талқылауға байланысты келіп отырмыз. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Берік Бекжанов мырза. Берік'ға сұхбатқа келісім бергенің үшін алғысымды білдіремін. Уақыт өте тығыз, өте жақсы түсінеміз. Дегенмен де біраз көкейде сұрақтар бар. Соған жауап алу мақсатында өзіңізге келіп отырмыз. Тікелей сұраққа көшейін. Соңғы уақытта қоғамға белгілі жаңа Қазақстан және екінші республика деген терминдер пайда болды. Осы тұста көптің көкейінде бір сауал пайда болады. Осы жаңа Қазақстанның бұрынғы жүйеден басты айырмашылығы неде? Соңғы кезде жалпы еліміздегі жаңару мен жаңғырудың басты тақырыбы, бастамасы осы жаңа Қазақстан, екінші республика деген терминдер пайдалануда. Мұның өзінің жалпы объективті негіздері бар деп айтуға болады. Себебі елімізде қазір орын алған саяси реформалардың жалпы неге алып барады? Оның болашағы не? Басы не? Аяғы не? Осы уақыттағы біз нақты өзіміздің осы саяси жолымызды нақтылап алу үшін, оны анықтап алу үшін осындай терминдер шын мәнінде қажет. Бірінші, жаңа Қазақстан. Жаңа Қазақстан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы нақты айтты. Жаңа Қазақстан әділетті Қазақстан құру. Ал енді әділетті Қазақстан құру дегеніміз не? Ол шын мәнінде бүкіл Қазақстанның азаматтарының тең құқылығы, яғни оның құқығын қорғалуын қамтамасыз ету. Ол мемлекеттің негізгі міндеті болып табылады. Барлығына қолжетімділік жағдай жасау. Яғни әрбір еліміздің азаматы өзінің әрекетін жасауға, өзінің тіршілігін жасауға қолжетімді болуы тиіс. Сонымен қатар жалпы мынау ой-сананың жаңа деңгейге өзгеруі, салт дәстүрдің жаңа деңгейге қалыптасуы, түптеп келгенде елдегі жалпы адамзаттың баласына қажет осы өсіп өркендеуді саяси тұрғыдан қамтамасыз ету, осы жаңағы өзгерістердің басым бағыттарының бірі. Біз осындай деңгейге жеткен жағдайда екінші республикада атанамыз. Яғни бұл да бір үлкен сабақтастықтың белгісі, сабақтастықтың жалғасы. Себебі әрбір қазіргі біз конституция жазылғанбыз ғой, Қазақстан Республикасы құқықтық зайырлы әлеуметтік мемлекет деп айттымыз. Шын мәнінде осы конституцияда жазылған осы құндылықтарға жету үшін бізге сондай жағдай жасау керек. Оған қалай жетеміз? Біз осы мынау президенттің бастамасымен болған конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар осы екінші республикаға жетелейтін нақты жолдар. Яғни тең құқылықты қалыптастыру. Әсіресе мынау билік органдарының арасында билік теңгерімін нақты қалыптастыру. Біз жақсы білеміз, конституцияда билік үш тармағы бар. Ол заң шығарушы билік, атқарушы билік, сот билігі. Енді бүгінгі таңда
жалпы Қазақстан қоғамында қалыптасқан жағдай осы нақтылықты одан ары жетілдіру мәселесі. Біз неге осы конституцияға енгізілген өзгерістерде президент өз өкілеттігін шектеп жатыр? Яғни биліктің шешім қабылдау мәселесінің орталықтандыруы қазіргі қоғамға кері әсерін тигізгендігі өмір көрсетіп жатыр. Оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Енді не істеу керек? Енді президент өз өкілеттігін өзін шектеп жатыр. Мысалға, президенттің партияда болу-болмау мәселесі. Оны қазір көздеріңіз көрдіңіздер. Еліміздің президенті Аманат партиясының төрағалық қызметінен бас тартты. Өзінің өкілеттігін атқару кезеңінде партияның мүшесі де болған жоқ. Яғни, партия өз жолы болу керек. Саяси бәсекелестікте қандай да бір партия, соның ішінде біздің Аманат партиясы өзінің өміршеңдігін саяси бәсекелестікке дәлелдеуі тиіс. Тек қана дәлелдеп қоймай, жалпы халқымыздың жағдайын жақсартуға нақты іс-шаралармен айналысуы тиіс. Яғни, билікпен, партиямыз қоғамдық ұйым ғой. Билік пен қоғамдық ұйымның арасындағы аражігін ажырату. Бізде бұрынғы жағдайда шын мәнінде биліктік өкілеттіктер қандай, партиялық өкілеттіктер қандай араласып кеткен жағдай бар. Білесіздер ғой оны? Себебі қазірдің өзінде әлі өзгерген жоқ. Облыс әкімдері, қала әкімдері Аманат партиясы филиалының төрағасы. Сондықтан бізге жалпы мынау азаматтық қоғамды, жалпы елдің, халықтың ел билігіне араласу үшін біз осындай аражікті әр органның аражігін ажыратып алуымыз тиіс. Сондықтан да президент осындай бастама көрсетті. Екінші республика құру біз осындай жетістіктерге жеткен жағдайда, яғни әріңгі тең құқылы жағдай, әрқайсысы өзінің ынтасына, жігеріне, қабілетіне сәйкес өмірден орнын табуға ықпал жасау. Одан көрек жаңа қайталап айтайын, жалпы мына ой сананы дамыту мәселесі, жаңа арнаға ауыстыру халықтың ой арнаны. Осы саяси мәдениетті қалыптастыру. Еліміздің қазір өсіп өркендеуіне жаңа осы мемлекеттік институттарды ықпалдастырудың, оны ынтымақтастырудың саяси моделін қалыптастыру бізді түптеп келгенде екінші республикаға жеткізу керек. Міне сондықтан да біз қазіргі күнде бізде осындай ұғымдар пайда болды. Шындығында бұл өте оң үрдіс, оң үдеріс деп айтуға болады. Жақсы, енді мынау келесі сұрақ. Жасыратыны жоқ, жылдың басында мынау қасіретті қаңтар оқиғасынан кейін мынау жаңа Қазақстанды құрамыз дедік. Сол уақытта қоғамда бір пікір бұрқыта қалды. Ол мынау парламент тарауы керек деді. Яғни біз мынау жаңа жүйені ескі парламентпен құра алмаймыз деп жатты кейбір белсенділер. Осыған қатысты мен сіздің пікіріңізге көзім түсті. Оқып берейін. Парламентті таратқанша жұмыстың бағытын өзгерту керек деген екенсіз. Дәл осы пікірді білдіргеніңізге 2 айға жуық уақыт өтті. Парламент өзінің жұмыс бағытын өзгертті ме? Парламент мен нақты мәжіліске жауап берейін. Шынында ондай пікір айтқаным рас. Себебі ол кезде жалпы мына конституцияға қандай өзгерістер енгізіледі, енгізілмейді. Ол кезде бұл мәселе, бұл сұраққа жауап болмаған. Сол кезде мен осындай пікір білдіргенмін. Ондағы мәселе шын мәнде жалпы жұмыстың ырғағын, жұмыстың бағытын өзгерту мәселесі. Бұрынғы, қазіргі, мысал үшін қаңтарған бұрынғы мәжілісті де оны даттауға, айыптауға болмайды. Себебі жалпы елдің өркендеуіне, елдегі қалыптасқан қоғамдық қарым-қатынасты реттеуге құндылықты заңдар қабылданды. Ал енді қаңтар оқиғасынан кейін ой өзгерді, өріс өзгерді, таным өзгерді, талғам өзгерді. Оны жақсы білесіздер өздеріңіз. Сондағы парламенттегі, жалпы негізгі парламент деген мынау қоғамдағы қордаланған мәселелердің бәрі парламентте кәдімгі қайнауы пісіп жетілуі тиіс. Әртүрлі пікір, әртүрлі қоғамдық ұйымдардың, жеке азаматтардың пікірі парламентте негізі былайша айтқанда үлкен қазанда қайнауы тиіс. Қазіргі парламенттің жұмысы, мәжілістің жұмысы өзгерді деп айтуға болады.
қаңтар оқиғасына кейін жалпы осы жағдайға баға беру үшін бізде үлкен парламенттік тыңдау өтті. Оған бүкіл республикалық құқық қорғау органдарының басшылары келді, сонда есеп берді. Нақты қандай жұмыс жасалды? Себебі қаңтар оқиғасына байланысты қоғамды ойландыратын, қоғамды толғандыратын бірнеше сұрақтардың жауабын дер кезінде ала алмадық. Сондықтан да оны парламентке осы лауазымды басшыларды, лауазым иелерін шақыра отырып, біз нақты түсінік алдық. Бұндай тыңдау бұрын соңды болған емес. Міне мәжілістің жұмысының өзгеруінің бір бағыты осы деп айтуға болады. Екінші, біз мәжілісте жаңа Қазақстан деген топ құрылды депутаттардың арасынан. Ол біздің әріптестеріміз, осы топтың мүшелері, басқа мәжілістің депутаттары бар. Мысалы үшін елімізде қандай мәселе бір пайда болды, бірден шұғыл пайда болған мәселе. Мысалы үшін өткенде бірталай өңірде су алды. Солай емес пе? Одан бөлек бір өңірлерде мына табиғи апаттардан басқа бір әлеуметтік түсініспеушілік мәселелер болды. Сол кезде шұғыл біздің әріптестеріміз осы өңірге шыға отырып, жалпы мемлекеттің саясатын, ол жерде қордаланған мәселені нақты шұғыл шешуге өз септігін тигізіп жатыр. Бұл да осы жалпы мәжілістің жұмысының өзгергендігін көрсетеді. Одан бөлек біз қазір негізгі жұмысымыз заң жобасын қарау, заң қабылдау. Жұмыс топтарында қазір мына мемлекеттің мүдделі органдарының өкілдерімен қатар біз бүкіл үкіметтік емес. Мысалы үшін бір заңды алайық, медиация туралы заң қарадық мысалға біз. Осы заң жобасын қарауға жетекшілік еттім мен, осы заң жобасын. Біз бірнеше үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерін шақырдық. Ол мынау экономикаға қатысты болсын, ол заңға қатысты болсын, ол әлеуметтік мәселеге қатысты болсын. Осы жұмыс тобына қатыстыра отырып, ол кісілердің бірнеше тың пікірлерді алдық, тың ойларды алдық. Кейін сол сараптай келе, талқылай келе, пісіре келе, біз осы заң жобасына енгіздік. Шын мәнінде ол тікелей халықтың үні емес пе? Халықтың өкілдері. Міне осындай оң жұмыстар қазір жасалып жатыр мәжілісте. Ол осы бір 3-4 айдың көлеміндегі болған шаруа бұның барлығы. Осының барлығы жалпы мәжілісте болашақта бүкіл қоғамды толғандырған мәселе. Осындай парламентте талқылануы тиіс. Себебі бізде қалыптасқан пікір бар. Бір мәселе болса тікелей президентке жазамыз. Президенттің атына жазамыз. Президенттің басқа да шаруасы бар ғой. Президенттің негізгі шаруасы бар емес па? Мемлекеттің ішкі қауіпсіздік, ішкі сыртқы саясатын жүргізу мәселесі. Ал оны шешетін бірнеше мемлекеттік органдар бар емес па? Сол ауылдық жердегі, ауылдық әкімнен бастап, аудандық, облыстық, керек десеңіз, республика салалық министрліктер бар, үкімет бар керек десеңіз. Неге осының барлығы? Ол солай шешілу керек. Неге оның бәрін тек қана біз президентке жолдауымыз керек? Біз мынау қазіргі конституцияға енгізілетін өзгерістер жалпы мына биліктің ыңғайластыру, билік органдарының арасында оңтайлы әрекет жасау, осындай мәселелердің бәрін шешеді болашақта. Бұл бастамасы үлкен ата заңға енгізіліп жатқан осындай ауқымды өзгерістер мен толықтырулар осы жалпы әрбір азаматтың құқын мысалы үшін Нұр Сұлтан қаласына барып емес, үйінде отырып шешетін мәселеге келуіміз керек түптеп келгенде. Осы бағыттар жұмыстар жасалып жатыр. Мәжілісте жаңа өзіңіз айтқандай осындай өзгерістер бар. Болашақта дәл осы дәстүр жалғасын табады деген ойдамыз. Беріңіз жаңағы айтып қалдыңыз ғой, мәселе болса тіке президентке жазады деп жатырмыз, немесе президентке үндеу жасайды. Бұның өзі мына еліміздегі билік тармақтарына деген халықтың сенімсіздігін аңғартпай ма? Енді әр нәрсенің екі жағы бар. Менің ойымша, әр нәрсенің екі жағы бар. Біреу біліп істейді, біреу білмей істейді. Солай емес пе? Біз оны қоғам болсын мойындауымыз тиіс. Мүмкін бір пікірлер болуы мүмкін. Егер президентке барса, ол мәселе тез шешіледі деген. Бірақ қаншама мемлекеттік орган әр саланың жұмысын атқарып отыр. Ол экономика болсын, әлеуметтік сала болсын, ол саясат болсын, ол құқық қорғау органы болсын.
Сондықтан да оны бір азамат мүмкін сол органдарға сенімсіздік танытқаннан тікелей мемлекет басшысына арызданатын шығар. Ал бірақ түптеп келгенде сол мәселенің бәрін шешетін сол жергілікті органдар ғой. Сондықтан біз не үшін жаңағы мынау бюрократиядан арылу туралы президент жарлық қабылдады. Оны жақсы білесіздер. Осы бюрократияның болдырмасақ болашақта сол қарапайым азаматтың мәселесі сол жерде шешіледі. Сол деңгейде шешіледі, ауылда шешіледі, ауданда шешіледі. Оның барлығын түптеп келгенде жоғарыда отырған министр білмейді ғой. Жердегі сол аудандағы жағдайдың бар. Оны жақсы білетін ауданның әкімі емес пе? Сондықтан ауданның әкімі осындай өкілеттікке, мына конституцияға енгізілген өзгерістердің біреуі өкілеттік дербестік беруіміз керек. Ауылдың әкімі ауданның әкіміне қарамау керек, ауданның әкімі облыстың әкіміне аузын ашып, мына шаруаны не істейін деп. Өзінше батыл шешім қабылдап, әділ шешім қабылдап, сол ситуацияны, сол жағдайды реттеуге ықпал жасау керек. Сондай өкілеттік беру керек. Міне қазір осы конституцияға енгізілетін тағы бір мәселе, мына Құдай қаласа конституция қабылданғаннан кейін өзін басқару туралы заң қабылданайын деп жатыр. Ол әсіресе мына ауылдық әкімшіліктерде, біз енді былтырдан бастап ауыл әкімдерін сайладық қой. Ендігі жерде біз әкімін сайлаған халыққа мәселені шешетінде халыққа сондай өкілеттік беруіміз керек. Яғни әкімі бар, ауылдың халқы бар, өзі осы мәселені шешуі тиіс. Өзінің бюджеті бар, ол ауданның әкіміне жалтақтамай. Міне осындай мәселелердің барлығы түптеп келгенде осы жаңағы тең қоғамды орнату, теңдік қоғамды орнатуға, әр азаматтың құқық қорғалатын қоғамды орнатуға өз септігін тигізеді. Ол тек қана бір мәселемен шешілмейді оның мәселесі. Осындай жан-жақты. Біз жалпы азаматтық қоғамның да санасы өсу керек. Әсіресе құқықтық мәдениет өсу. Біз әрбір конституция жазылған, әрбір азамат құқықпен және міндетпен қамтамасыз етілген. Біз кейде осы құқығымызды жақсырақ біліп кетеміз де, жауапкершілігімізді ұмытып кететін жағдай болады. Бүкіл азаматтар деп айтуға болмайды. Кейбір азаматтарымыз, сондықтан оның екі жағында біз қатар алып жүруіміз керек. Мен осы елде тұрып жатырмын, осы елде өмір сүріп жатырмын. Мен осы елдің тәртібін сақтайын. Осы өткенде, мысалы үшін Шымкент қаласында ішкі істер министрімен бірге осында жиылыста болдық. Мысалы үшін біздің Шымкент қаласының көлік жүргізу мәдениетінің төмендігі. Басқа мәселені айтып, осы көлік жүргізу мәдениеті цифрдан көрініп тұрды. Ішкі істер министрі осы мәселе туралы мәлімдеме жасады. Жаңа цифрлық бағдарлама орнатылды. Сондағы егер де біз барлығымыз тәртіпті сақтайтын болсақ, мәдениетті сақтайтын болсақ, қала берді бір-бірімізді сыйлайтын болсақ, біз құқық бұзушылыққа жол бермейміз. Неге жол береміз, егер бәрін біліп тұрсақ? Ертең біз, егер мынау мәселені бұзатын болсақ, бізге осындай айыппұл салынады. Қажет десеңіз түрмеге жабылып кетуі мүмкін. Осыны егер азамат білетін болса, түйсігі бар азамат міндетті түрде ол тәртіпке келген бас иген құл болмас деп Бауыржан Момышұлы бабамыз айтқандай, осындай мәселені де біз қатар ойланып жүргеніміз абзал болады деген ойдан. Жақсы. Енді мына жаңа өңір туралы айтып жатырмыз ғой, жасыратыны жоқ. Өңірлерде, оның ішінде Шымкент қаласында бір өзекті мәселе болатын болса, мәжіліс мінберінен депутаттық сауал жолданды ма деп парламент жаққа қарайтыны жасырын емес. Осындай да бір нақты сауал пайда болады. Осы уақытқа дейін өзіңіз өңірдегі өзекті мәселелерді шешетін қандай депутаттық сауалдар жолдадыңыз? Және оның нәтижелері қандай болды? Енді жалпы депутаттық сауалдарды біздің әріптестеріміз өте белсенді жолдайды. Мен өзіме келетін болсам, біз мынау ауыл шаруашылығын субсидиялау мәселесі бойынша үлкен мәселені көтердік. Қазір сол депутат сауалдан кейін сен қозғалып, ол мемлекет басшысының құлағына да жетті. Мына субсидиялау төңірегіндегі сыбайлас жемқорлықтың әрекеті. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, осы мынау субсидияны беру мәселесіне таңдау кезінде мынау ақпараттық жүйенің жетілдірілмегендігі. Яғни қандай да бір ауыл шаруашылық тауарын өндіретін азаматтардың қол жетімділігі жеткілікті деңгейде емес екендігін анықтадық. Осы депутат сауал болып, қазір мына ауыл шаруашылық министрі жақын арада жаңа субсидиялау жүйесін енгізуі тиіс.
ол ауыл шаруашылық егістік болсын, жеміс жидек өндіру болсын, мал шаруашылығы болсын, тіпті бұл мәселенің бәрін түбегейлі мәселені шешу қажет. Себебі мынандай жағдай. Егер де сіз ауыл шаруашылық тауарымен айналысатын болсаңыз, сіз субсидия алу үшін міндетті түрде бір электрондық портал бар, соған тіркелуіңіз тиіс. Ол ақылы. Қателеспесем, бір 32 мың төңірегінде теңге төлейсіз оған. Содан кейін барып сіз тіркелесіз порталға. Порталға тіркелгеннен кейін барып сіз субсидия алуға құқылы боласыз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, сіз субсидия аласыз ба, алмайсыз ба, бір Құдай біледі оны. Сіз анаған тіркелген, ол сізге кәдімгі сізге гарант беріп бола алмайды. Қанша азаматтар субсидиясы қалып кетіп жатыр. 32 мың кетті. Ақпараттық құралдардың тапқан табысын айтпай қойын, сол оның қайда кетіп жатқандығын бәрін біз зерделеп тиісті органдарға жолдадық. Міне қазір сен қозғалды, енді үкімет ауыл шаруашылығы министрімен бірге жақын арада субсидия төлеудің мемлекет тарапынан жаңа жүйесін енгізеді. Ал енді өңірлерге келетін болсақ, біз осы жақында әріптесім Берік Оспановпен бірге біз мынау Шымкент қаласындағы ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің салығын осы қаланың деңгейімен, қаланың жерімен есептеледі екен. Ол ауыл шаруашылығында біздің осында жерлестеріміз ауыл шаруашылық дақылдарын өндіреді. Ол жерге үй салмайды. Ол жерден бір өндіріс ашып, бизнес ашылмайды. Бірақ соған қарамастан олардың салығы кәдімгі қалалық жердің салығымен бірдей есептеледі. Әділетсіздік па? Әділетсіздік. Енді қазір осы депутат сауал үкімет басшысына жолданған, қазір жауабын күтіп отырмыз. Оң шешім қабылданады деген ойдамыз. Екінші мәселе, осы жақында тағы да осы әріптесімізбен бірге, Берік Серікұлымен бірге, мынау еліміздегі газбен қамтамасыз ету мекемелерінің жұмыстарына талдау жүргізу туралы да сауал жолдадық. Себебі тұтынушы мен газбен қамтамасыз ететін мекеменің арасында көп түсініспеушілік бар. Біресе газын қиып кетеді, біресе дұрыс есептемейді, пайдаланылған газдың ақысы дұрыс есептелмейді. Осы бағытта бізде қазір сауал жолданды, қазір оның да нәтижесін күтіп отырмыз. Біз енді осы салаға қатысты бір нақтылай кететін сауал болып тұр. Біз мынау жергілікті мәслихат депутаттарымен де сұхбат құрамыз. Сонда мәселе сұрағанымызда біз мәжіліске жолдадық деген бір мәселені айтқан болатын. Ол мына біздегі коммуналдық тарифтердің қымбаттығы. Біздегі Шымкент қаласында мынау Нұр-Сұлтан, Алматы қаласымен салыстырғанда орташа айлық жалақы бізде төмен, дегенмен де біздегі коммуналдық тарифтердің бағасы қымбат деген мәселе. Біз мәжіліске жолдадық деп нақты білім келіп отқан мәжіліс мінберінен нақты осы мәселе көтерілді ме? Шынымды айтайын, есімде жоқ. Бұл мәселе мен өзіме келіп түскен жоқ. Сондықтан бұл сұраққа мен нақты жауап бере алмаймын. Жақсы, енді мынау жақында ғана бізде қоғамда бір көтерілген тағы бір мәселе, ол мемлекеттік тілге қатысты мәселе болды. Өзіңіздің әріптесіңіз мәжіліс депутаты Қазыбек Иса көтерді. Бір қоғамда бір түсініспеушіліктер пайда болып қалған сияқты. Аз ғана депутаттар қолдады деп жатты. Одан кейін артынша басқаша бір пікірлер білдіріп жатты. Жалпы осы мемлекеттік тілдің мәртебесіне қатысты немесе көтеру жолына қатысты сіздің пікіріңіз қандай, ұстанымыңыз қандай? Рахмет сұрағыңызға. Тіл мәселесі өте нәзік нәрсе. Тілге аса бір үлкен қамқорлықпен қарау керек. Бұл менің жеке пікірім. Ал енді тілді дамыту мәселесіне тек қана заң қабылдау жолымен жетістікке жетуге болмайды деп ойлаймын. Тілді қалай дамытады? Тілді дамыту үшін бірінші тілдік ортаны қалыптастыру керек. Қазақпен қазақ қазақша сөйлесу керек. Әкесімен баласы қазақша сөйлесу керек. Атасымен немересі қазақша сөйлеу керек. Атасымен әжесімен немересі қазақша сөйлеу керек. Егер біз осындай дәрежеге жететін болсақ, тілдің мәселесі меніңше өзі шешіледі. Мемлекеттік тілдің мәселесі, қазақ тілінің мәселесі өзінше шешіледі. Жақында көрдіңіз ғой, Нұр-Сұлтан қаласында бір мектептің оқитын ата-аналар жиналып, сол мектепке орыс тілі сабағын классын ашу, сыныбын ашу туралы мәселе көтерді. Ол өзі қазақ мектебі екен. Ол жерде қазақ тілді мектеп, оған ол мектептің ондай класс ашуға
оның біріншіден уставы да рұқсат бермейді, одан кейін ондай мүмкіндік те жоқ, орыс тілді мұғалімдер де жоқ, ұстаздарда. Ондай азаматтар келесі мектепте, орыс мектебі бар, соған беру туралы ұсыныс айтылды. Егер де біз осы елімізде тұрып, тіл кімге керек? Қазақ тілі. Сіз бен бізге керек бірінші кезекте. Біз жанымыз жасымаса, ешкім жаны ашымайды оған. Сондықтан біз өзіміз жауапкершілігін алайықшы, өзіміз. Әрбір азамат қазақ тілінде білу, қазақ тілінде сөйлеу мәселесін мойнына жүктеп алсыншы, жауапкершілігін алсыншы. Сонда менің ойымша мемлекеттік тіл мәселесі, қазақ тілі мәселесі өзін-өзі шешіледі. Басқа ұлттың өкілдері де біз өзіміз сөйлеп отқасын, осы елдің ауасын жұтып, осы елдің суын ішіп, осы елдің нанын жеп отқан басқа ұлтты біздің азаматтарымыз, отандастарымыз, олар да қазақ тілін сөйлеуге талпынады. Олай дейтін себебім, мәжілісте біздің депутаттарымыз, басқа ұлттың өкілдері қазір қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде жауабын беріп, жұртқа үлгі болып жатқан жағдай бар. Оларды ешкім қинап жатқан жоқ. Оларды ешкім мәжбүрлеп жатқан жоқ. Міне біз осы мәселеге өзіміздің тарапымыздан келу керек. Менің жеке ойым, заң қабылдап бір мәжбүрлі түрде енгізу, меніңше ондай тәсіл менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Жақсы. Енді мынау өзімізге белгілі пандемия дедік, оның ішінде мына онлайн оқыту дедік. Дәл осы кезеңде біздегі интернет мәселесінің өзекті екендігі көрініп қалды. Мұны өзіңіз де көтердіңіз мәселені. Жалпы мынау салынатын айыппұлдардың мөлшерін арттыруға қатысты бірқатар бастамалар да көтерілді, ұсыныстар. Қазіргі уақытта осы байланыс операторларына қатысты жағдай қалай өзгерді ме? Талаптар қалай болып жатыр? Қазір мәжілісте жалпы осы байланыс мәселелеріне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне өзгерістер енгізу туралы заң жобасы қаралуда бүгінгі таңда. Ал енді жылда есеп береді ол министрлік. Осы 2023 деп еді, енді ол цифр 2024-ке жылжыды. Енді 2025 деген мәселелер шығып жатыр. Яғни бұл мәселенің негізгі түйіні менімше жақында мына Қазтелеком акционерлік қоғамына байланысты үлкен мәселелер шықты ғой енді. Бізде әлі мына монополизация. Біз басқа байланыс операторларына еркіндік беру, әсіресе отандық байланыс операторларына еркіндік беру мәселесі осы кенжелеп қалған осы мәселе. Яғни мына Қазтелеком есеп береді, пәлен ауыл осындай интернет жүйесімен қамтамасыз етілді. Енді жаңа министрдің айтуына қарағанда, кері тексеру жүргізгенде ондай ақпарат шындыққа жанаспайды. Міне көрдіңіз бе, есеп бойынша бізде осынша, нақты бізде жалпы интернетті қамтамасыз ету жұмысы өте төмен. Сондықтан бірнеше іс-шаралар министрлік тарапынан қабылданып жатқан ұқсайды. Ол әсіресе мынау демонополизация, яғни монополизацияландыру саясаты жүргізіп жатыр, әсіресе мынау отандық байланыс операторларына қатысты. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, қазір мынау байланыспен қамтамасыз етіп отқан байланыс операторларының жалпы тарифтік құны қандай? Бұл мәселеге де ораламыз. Себебі жаңағы мәжілісте қарап жатқан заң жобасы неліктен? Біз дұрыс байланыс жүйесін қалыптастырмаған байланыс операторына айыппұлды көбейту. Яғни оны уәде бердің бе, орында. Уәде бермесең, ондай мәселені мәміле жасалмау керек еді. Мәміле жасалды, жауап бер. Міне осындай жүйеде болашақта жұмыстар жасалады. Жалпы бұл енді бұл жұмыстың дәл ертең бітеді деп айтуға әрине ертерек. Себебі бізде жаңағы мәселенің бәрін орын-орнына қою, отандық IT индустрияны дамыту. Екінші жаңағы тарифтің құны жөніндегі мәселені, осы екі мәселені болашақта шешеді. Жақсы. Енді халықпен жиі кездесіп жүрсіз ғой? Әлеуметтің қазіргі әлеуетіне қандай баға бересіз? Енді халықпен жиі кездесіп жүрміз. Халықтың белсенділігінде көз жеткізіп жатырмыз қазір. Енді бұрын
Бұрындары халық шын мәнінде жеке мәселеге қатысты көп өздерінің арыз шағымдарын айтатын еді. Қазір мына Құдайға шүкір қоғамға қатысты мәселелерді көтеріп жатыр. Қоғамда қандай орын алып жатыр, қандай проблемалар бар, осыны шешу жолдарын көтеріп жатыр. Ол да жалпы мына халықтың саяси саналылығын көтерілгендігін білдіреді. Белсенділігі шын мәнінде жалпы мынау елімізге жаны ашитындығын, өңірге жаны ашитын мәселелерді көтеріп жатқандығы көңілді қуантады. Әрине әртүрлі мәселелер көтеріліп жатыр, ол мына өңірлік деңгейдегі, оның барлығы шешіліп те жатыр. Біз қала әкімімен де осы кездесуде болғанда бірнеше мәселелерді өте жақсы, әсіресе мынау Шымкент қаласын қателеспесем 87 секторға ма бөлген. Ол деген жалпы басқаруға да мәселені шешуге де өте ыңғайлы тәсіл ғой. Осындай оң өзгерістер біздің қаламызда да шүкіршілік бар екен. Бюрократия былайша айтқан кезде халықтың пікірі әкімге жетпейді. Әкімнің ойы халыққа түсіндірілмейді көп жағдайда. Осыдан жергілікті атқарушы билік пен халықтың ара-жігі ажырай бастайды. Бір-біріне сенбейді. Бұның нәтижесін біз қасіретті қаңтар оқиғасында көрдік. Кейбір жергілікті атқарушы билік өкілдері халыққа сөзін өткізе алған жоқ, мойындауымыз керек. Осыдан кейін жақында мынау мемлекет басшысының осы бюрократиядан арылту жөніндегі жарлығы шықты. Жалпы осы жарлық біздегі мынау қалыптасып қалған немесе жергілікті атқарушы биліктің сүйегіне сіңіп кеткен бюрократиядан арылта ала ма қоғамды? Міндетті түрде арылтуға жасалған нақты қадам деп айтуға болады президенттің жарлығын. Осы бюрократияны жою мақсатында. Себебі жалпы мынау мемлекеттік жүйеде регламенттеу жүйесі қалыптасып қалған. Көбіне жауапкершілікті мойынға алудан сілтеме регламенттерді. Оны елде көріп отыр, мемлекет басшысы да көріп отыр. Міне сондықтан да бірінші бастама әкімдер 3 ай сайын халықтың алдына есеп берсін. Не жұмыс атқарып жатыр, не жұмыс жасалады. Бұл осы алғы шарттардың бірі. Одан кейін мынау жалпы регламенттеу жүйесін осы жарлықтан кейін қазір үкімет те бүкіл салалық министрліктер жұмыс жасап жатыр, өз регламенттерін қайтадан қарап жатыр. Егер де бұл бюрократияның жоюдың негізгі мақсаты мемлекеттік органда дербестік беру. Яғни әрбір лауазым иесі, мемлекеттік орган өз деңгейінде нақты шешім қабылдаса, біздің халқымыз тікелей жоғары жаққа арыздана бермейді. Сол жерде барлық мәселе шешілетін болса, ол не? Себебі регламентте кәдімгі бір-біріне жауапкершілік мәселесі өте қабаттасып кеткен. Сондықтан не нәрсеге кім жауап береді? Осы нақтыланбаған. Егер осы қазіргі жасалып жатқан жаңа нормативтік құқықтық құжаттарға байланысты енді әр лауазым иесінің, әр мемлекеттік органның нақтылық істері анықталатын болады. Яғни ол сол нәрсеге жауап беруі тиіс. Халық содан сұрау керек, жоғары жақтан емес. Ал енді жоғары жақтағының өзін жауап беретін несі бар, бөлігі бар. Міне сондықтан да осы жарлықтың өте тиімді жарлық екендігі болашақта. Әрине оның бірден жұмыс істеп кету деп ертең күні уже жұмысқа кірісіп кетеді деп айту қиын. Себебі оның барлығы кәдімгі анау ненің маховик сияқты айналып бүкіл жүйені айналдыру үшін әрине біршама уақыт керек. Біз оны да түсінуіміз қажет. Жалпы алғанда осы жарлықтың өте тиімділігі болашақта әрбір мәселе, әрбір халықтың тұрғынның мәселесі нақты шешілуге бағытталған үлкен жол деп айтуға болады. Жақсы. Берік мырза, сұхбатқа келісім бергенің үшін, уақыт бөлгенің үшін тағы да алғысымды білдіремін. Алдағы бастамаларыңызға ұжымымыздың атынан тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Абырой биігінен түспеңіз. Рахмет. Құрметті көрермен, біздің кезекті сұхбатымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сұхбат барысында да бірқатар өзекті деген мәселелерге тоқталдық деген ойдамын. Ендеше біздің парақшаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.